Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай оңай тағамның рецебін бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі жылы су, жылы суымызға тұз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және ұнның үстіне құйып, тығыз қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ұнның көлемін өзіңіз қаншалықты жасағыңыз келеді, соншалықты алсаңыз болады. Мен көптеу қылып жасадым, сондықтан үлкен бір қамыр илейтін боламын. Қамырымыз осындай тығыз болу керек. Жақсылап илеп алғаннан кейін 15 минутқа пакетке салып тындырып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін қамырымыз осындай жұмсарады. Жұмсарған қамырымызды тағы да екіге бөліп, жақсылап илеп қоятын боламыз. Тағы да 15 минут тұруы керек. Салмасын дайындағанша тынып тұруы керек. Енді біз гүлмәнтіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Бізге картоп, пияз, асқабақ, егерде асқабақ ұнатпайтын болсаңыздар, сәбіз қоссаңыздар болады. Және кішкене ет қосатын боламыз. Етсіз де жасасаңыздар өте дәмді шығады. Енді осының барлығын асқабақ пен картопты үккіштен өткізіп алатын боламыз. Және пиязды ұсақтап пышақпен турап салатын боламыз. Және кішкене етті ұсақтап турап салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз, сұйық май құйып. Етіңіз майлы болса, аз құйсаңыз болады. Менде ет аз болғандықтан сұйық майды кішкене көптеу құйдым. Енді осының үстіне дәміне қарай жарты шай қасық кориандр салдым. Және қара бұрыш, тұз саламын. Және барлығын жақсылап араластырып қоятын боламыз. Енді жаңағы тынып тұрған қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Аз-аздан ұн сеуіп отырып, осылай қолымызбен және оқтаумен жұқартып жайып алатын боламыз. Жұқалығы орташа болу керек, қатты жұқартпаңыздар. Өстіп жұқартып алған қамырымызды енді осындай мәнтінің қамырынан сәл жіңішкелеу қылып кесіп алатын боламыз. Мен мына қолымның өлшемімен көрсетіп жатырмын. Биіктігін 4 саусағымның көлеміндей биіктікте кесіп алатын боламыз. Өте жіңішке емес және өте жалпақ емес қылып. Және ұзын қамырларымызды екіге бөліп алатын боламыз. Қатты ұзын болмауы керек. Енді осы қамырларымызға жаңағы дайындап алған салмамызды толтырып саламыз. Толтырып салсаңыздар, гүліміздің ашық болып оралады. Ал егерде аздау салсаңыздар, гүліміз жабық болып оралады. Міне салмасын мен толтырып салдым. Және осы уақытта мантаваркаңыздың ыдысына су құйып қайнатып қойыңыздар. Қайнап тұрған судың үстіне қоятын боламыз. Міне салмасын салып болдым. Енді осы гүлмәнтілерімізді ораймыз. Әр жерінен осылай бүріп отырып, қамырымызды орайтын боламыз. Өте оп-оңай, тез жасалынады. Ауызашарға жасасаңыздар, өте аз уақытта жасап шығасыздар. Және дәмді, тойымды тамақ болады. Міне барлығын осып түйіп шығып, майланған мантаваркамызға салып, ет бар болса 40-45 минут пісіріп аламыз. Ал ет қосылмаған жағдайда 30 минут пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Мәнтілеріміз ашық болғандықтан өте тез пісетін болады. Құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де неше түрлі оңай рецептер шығатын болады. Подписаться деген қызыл батырманы баса кетіңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.